Әрмен қарай жалғастырамыз. Сайрам ауданының білім беру қызметкерлері 100% вакцина қабылдаған. Жаңа оқу жылына сақадай сай отыр. Ұстаздар өз денсаулығы мен оқушылардың қауіпсіздігі үшін ерікті түрде екпе алған. 2021-2022 оқу жылында офлайн форматта білім беру жоспарланып отыр. Дегенмен, ең маңыздысы оқушылардың қауіпсіздігі. Ол үшін ұстаздар жаппай вакцина қабылдауы керек. Мына бізде аудан бойынша 76 жалпы орта мектеп бар. Қазіргі таңда мынау Қарамұрт ауыл округында тұрмыз, бірінші гимназияда. Және де 7600-дан аса мұғалім бар. Соның барлығы екі компонентті спутник Ви вакцинасын барлығы салдырған. Қазіргі таңда мектеп директорларын барлығы отпускта, 56 күн отпуск, ертең күні 18 августта бұлардың барлығы жұмысқа шығады. Енді оқу жылына мен айтамын, толығымен барлығы дайын, офлайн болады. Офлайнға барлық мынау санитар нормаларын бәрін сақтап, өздеріңіз көріп отқандай, мынау мектепке кіретін жерде дисбарьер бар, туннельдер бар, іште антисептик бар. Бүкіл мектепте дәрігерлер барлығы отырып, кірген оқушыларды, мұғалімдерді барлығын тепловизормен тексеріп, және де мынау бетперде, маскасыз оқушылардың барлығын кіргізбеуге барлық жұмыстар жасалады. Қарамұрт ауылындағы нөмірі 1-ші мектеп гимназиясы жаңа оқу жылына дайын отыр. Мұғалімдер сақтық шараларын қатаң ұстануда. Барлығы да вакцина алып үлгерген. Сондай-ақ ата-аналар да өз балаларының денсаулығы үшін ерікті түрде екпе қабылдаған. Еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты жаппай халықты емдеу басталды, егу жұмыстар басталған. Бұл егу жұмыстарына барлық пән мұғалімдері, қызметкерлер мектептегі еркін түрде барып вакцина алды. Енді мектебіміз жалпы 2021-2022 оқу жылына оқуға дайын. Мұғалімдердің мектептегі жалпы қызметкерлер саны 123 мұғалім қызметкер болса, соның ішінде 109 мұғалім вакцинациядан өткен барлық қызметкерлер. 19 мұғалім өзінің декреттік демалыста болуына байланысты қазіргі кезде уақытша вакцина алған жоқ. Арайлым Мәріпбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.